мысалы үшін маған бәрібір да мынау Америкада не болып жатыр, мен ол жақтың новостиларының еш нәрсесін мүлдем қарамаймын, әйтеуір білемін. Трамп осындай бүйтейін деп отыр, сөйтейін деп отыр, Мексиканы мынаны білемін, болды. Басқасына бүйтіп қызығып, жаным ашып, сөйтіп нетіп жатпайды. Көбірек елге бүйрегіміз бұйырып жатады да. Енді бүгін бір сұмдықты естіп жатырмын. Жайда болса ой, солтүстік Қазақстан орыстанып кеткен, қазақша сөйлемейді, анау деп керілетін бір оңтүстік, сосын жаңағындай батыс Қазақстан адамдарының мына жаңалыққа не дейсіңдер, сіздерден бір сұрайын деп едім. Әсіресе Мангыстау өңірінің жігіттері. Сендердің Мангыстау мунайгаздарында енді бастық Қытайдың адамы дейді ғой. Қазақ арзай Қытайдың адамын қойыпты ғой бастық қылып. Қазақстанның ішінде. Вот. Прудались полтахами деген осы шығар, енді ескерткем дегенсіз. Бәрін сатып отыр түгелдей. Қытайға, Ресейге. Сендер Европадан бәрін көріп жүрсіңдер. Олар біздің арамызға өйтіп қатты түсіп жатқан жоқ.